жанартау қалай пайда болады, иә? Мысалы, кейбір елдерде жанартаулар атқылап жатады. Біз соны тәжірибе жүзінде көрсетейік, балалар. Ол үшін бізге міне стакандағы су, мен сізде де бар стакандағы су. Осыған кән балалар тәжірибемізді бастаймыз. Бірінші бояуды араластырып, түрлі түсті суымызды түрлі түсті қылып алайық. Кән бастаймыз. Бояуымызды алып, суға араластырамыз. Қазір бізде қандай нәтиже шығады екенін бақылаймыз. Кән тағы да араластырайық, бір-бір араластыра ғой. Бояу саламыз, тағы да бояу саламыз. Жарайсыңдар, балалар. Жарайсыңдар. Ендігі жарайсыңдар. Бояуымызды қасына қойып қояйық. Қылқаламызды жанына қойып қоямыз. Ал ендігі біздің ас содасын салып көрейікші, кәні. Суымызға ас содасын саламыз. Суымызға ас содасын саламыз. Бір қасық ас содасын саламыз. Араластырамыз. Араластырамыз. Жарайсыңдар, балалар. Кәні бізде қандай жұмысымыздың нәтижесін көреміз. Жарайсыңдар. Араластырамыз. Енді қасығымызды жанына қоямыз. Қасығымызды қояйық жанымызға. Жарайсыздар. Енді мынау біздің лимон қышқылы. Осы лимон қышқылын салған кезде бізде қандай лава пайда болады, нәтижесін көреміз. Кәні лимон қышқылын салыңдар. Лимон қышқылын суымызға саламыз. Салау, бәрін саламыз, бәрін саламыз. Ой, керемет. Ой, міне көріңдер ма? Лава. Міне лава пайда болды, бізде, балалар, міне. Кәні, міне қозғаймыз, қозғаған кезде міне біздің Ақкенже қызымыздан лава пайда болды, Ой, жарайсыңдар, балалар.